Қазақ тілі пәні тақырыбы у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. Оқушылар, у дыбысы кейде дауысты, кейде дауыссыз болып айтылады. У дыбысы қай жағдайда дауысты болады? Егер дауыссыздан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын келген у дыбысы дауысты болады. Мысалы, сурет, яғни сурет деген сөзде с дыбысы дауыссыз, ал у дыбысы дауысты болып белгіленеді. Келесі сөз елу. Елу деген сөзде л дыбысы дауыссыз, ал у дыбысы дауысты болады. Сусын. С дыбысы дауыссыз, керісінше у дыбысы дауысты. Және шуақ деген сөзде ш дыбысы дауыссыз, у дыбысы дауысты. Ал у дыбысы дауыссыз болатын кезде дауыстыдан соң және сөз басында дауыстыдан бұрын келген у дыбысы дауыссыз болады. Мысалы, Дәуіт. Удың алдында ә дыбысы тұр. Ал ә дыбысын біз білеміз, ол дауысты дыбыс. Яғни ә дауысты болғандықтан у дауыссыз болып айтылады. Егеу. Е дыбысы дауысты болғандықтан у дыбысы керісінше дауыссыз болады. Әуен. Ә дыбысы дауысты болғандықтан у дыбысы дауыссыз болады. Және уық деген сөзде у дыбысынан кейін ы дыбысы дауысты болғандықтан у дыбысы керісінше дауыссыз болады. Келесі оқушылар, бейне жазбаны тоқтатып, дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазыңдар. Көркем жазу керек екенін ұмытпаңдар. 16-шы жаттығу 12-ші бет. Бірінші тапсырмасы мәтінді түсініп оқисың. Екінші тапсырмасы мәтіннен у дыбысы бар сөздерді көшіріп жазасың. Және дауысты у дыбысының астын бір рет, ал дауыссыз у дыбысының астын 2 рет сызасың. Келесі 17-ші жаттығу 12-ші бетті аш. Бірінші тапсырмасы мәтінді көшіріп жазасың. Және мәтіннен дауысты у дыбысының астын бір рет, ал дауыссыз у дыбысының астын 2 рет сызасың.